Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз отбасымызбен бір тамақ ішуге кетіп жатырмыз. Қазір бүгін 3-ші күн болып тұр. Сондықтан қыдыруға кетіп жатырған жоқпыз. Қазір 9-10 болайын депті, почти. Соған шейін қыдырамыз депті, тамақ ішеміз, бәрін түсіреміз, қыдырамыз ба, нетеміз ба, бәрін түсіретін боламын сіздер үшін. Қазір біз айекемге киіп қойдық, күшті менде айекем толып жатыр, почти. Анау мынау киемін, жоқ тупле кигім келмеді. Қалаға кетіндер де болады, қалаға киемейтін, қалаға кетіндер бар. Арасында қалаға кетіндер, бірақ тоға бір жаққа кетіп, мынада кроссовка бар, киім келдік. Енді новиімді киінім күшті болып тұрады. Артындағы сөздерге мән бермеймін. Сіздер далаға шығып жатырмын. Далаға қорқынышты, прямо қатты қорқып жатырмын. Қиындығы болады. Почти қорқынышты бір шақырып қалдырды достар. Почти бір не көріп қалдым. Дала мынандай болып тұр. Су кешке қарай, таңертең қарай салқындайды. Самалы обедке қарай ыссы болады. Мынандай айекем жаурап қалады. Достар, шамалы не болды, осындай өрт маған сабақтан ада жей алмадым. Әжеде көлеңке тұр. Бір күн енді далада жүрмін. Ашым ауыз керек. Осылай бана Альмираны көрдім. Осылай оны сүрге. Оны салмайын деп, осылай күшті сүремдім әкем келгенде. Мына жерде біздің камричка тұр. Мына жерде машиналар жүріп жатыр. Райым ба. Всем пока. Видеомыз аяқталып қалды достар. Пока-пока. Сосын тағы да сүрем.